Ақниет Қазақстандағы университет жатақханасында тұратын студент еді. Бір демалыс күні барлық студенттер үйлеріне кетіп, жатақханада жалғыз өзі қалды. Түнгі 1:47 шамасында телефоны кенеттен шырылдап қоя берді. Бейтаныс нөмір +7 713 13. Әдетте мұндай қоңырауларға жауап бермейтін, бірақ бұл жолы бір нәрсе оны телефонды көтеруге мәжбүр етті. Ар жағында тек ауыр тыныс алу ғана естілді. Ешқандай дауыс жоқ, ешқандай сөз жоқ, тек баяу, терең тыныс. Оның денесі түршігіп кетті де қоңырауды өшірді. 2 минут өтпей жатып, телефон тағы да шырылдады. Дәл сол нөмір. Ол қайтадан жауап берді. Бірнеше секунд тыныштық, сосын сыбыр шықты: сен бөлмеңде жалғыз емессің. Бұл сыбыр алыстан естілгенде емес, тура бөлменің ішінен шыққандай болды. Қорыққан Ақниет шамдарды қосты. Бәрі қалыпты сияқты, ештеңе өзгермеген. Сол сәтте телефоны дір етті. Жаңа хабарлама келді. Бұл фото еді. Өз бөлмесінде түсірілген фото. Онда оның төсегі, үстелі және дәл сол кезде өзі отырған бұрыш анық көрініп тұрды. Қолдары дірілдей бастады. Қорыққаннан есікке жүгіріп, қашып кетпек болды. Бірақ есік ашылмады. Сырт жағынан біреу ұстап тұрғандай қимылсыз тұрды. Кенет телефоны қайта вибрация берді. Видео қоңырау. Дірілдеген қолымен қабылдады. Экранда әлдебір қараңғы силуэт тұрды. Ол қозғалмай, қараңғы бөлмеде қатып қалғандай тұрды. Бірнеше сәттен кейін әлгі бейне басын баяу бұрып, Ақниет отырған дәл сол бұрышқа қарады. Дәл сол мезетте оның арт жағындағы еден сықыр етті. Қатты қорқыныштан Ақниет терезеге қарай жүгіріп, ашып жіберіп, төмен секіріп кетті. Абырой болғанда бірінші қабат еді, жарақат алмады. Біраз минуттан соң қауіпсіздік әдімен бірге бөлмеге қайта оралды. Есігі ашық тұрды, бөлме бос, ал терезе ішінен жабық екен. Ең қорқыныштысы фотолар, қоңыраулар, хабарлама барлығы оның телефонынан 5 ізсіз жоғалып кеткен. Кейін басқа студенттер де дәл осы нөмірден қоңырау алғандарын айтты. Әр жолы сыбыр бірдей болғаны, сен жалғыз емессің.